Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар, есімім Дылмұрат, математика пәнінің мұғалімі боламын. Бізде бүгін бір керемет тақырып бүтін сандар жиынында теңдеудің шешу әдістері. Яғни бұл тақырып олимпиада есептерінен көбінен кездеседі. Сонымен қатар 5-6 олимпиадалық есептерді видео барысында талдайтын боламыз. Бүгінгі тақырыпта негізінен көбейтіш шешектеу әдісі, кері жоғары әдісі, дербес жағдайдан жалпы жағдайға өту әдісі, сынап көру әдісі деген әдістермен негізінен танысатын боламыз. Бұл теңдеулер негізінен диафант теңдеулер деп те айтады. Негізінен біздің заманымызда 250 жылдары диафант өзінің арифметика деген кітаптарында осындай теңдеулерді шешудің әдістерін көрсетіп кеткен. Негізінен бұдан басқа да әдістер көп. Негізінен осы көбейтіш шешектеу әдісімен таныстырып кетейін. Мысалы, осындай бір теңдеу берілген. Екі айнымалысы бар. Теңдеудің барлық бүтін түбірлерін табуымыз керек. Енді бүтін түбірлерін табудың негізгі бір әдісі көбейтіш шешектеу әдісі. Яғни біз мынандай әдіс пайдаланып тұрмыз. Яғни теңдеудің екі жағынан -6 деген санды азайтамыз. -6-ны азайтатын болсақ, онда бізде 16-дан 6-ны азайтсақ 10, және мына жерде көбейткіші жіктеп жібереміз. Мысалы, бұл жерден жақша сыртына 3-ті шығарсақ 3, 2. Осылай көбейткіші жіктейміз. Көбейткіші жіктегеннен кейін оның бөлгіштерін анықтауымыз керек. Яғни 10 санының бөлгіштері 8 бөлгіші бар екен. +-1, +-2, +-5, +-10. Енді сол жағдайлардың барлығын қарастыруымыз керек. Негізінен 8 жағдайды. Бірінші жағдайда бірінші көбейткіш 1-ге тең, екінші көбейткіш 10-ға тең деп, яғни 2-нің көбейтіндісі 10 екен деп айтуымыз керек. Екінші жағдайда, мысалы, -1 мен -10 болуы мүмкін екінші жағдай. Үшінші жағдай, мысалы, 2 мен 5 болуы мүмкін, немесе -2 мен -5 болуы мүмкін. Осы жағдайларды қарастырып береміз. Екінші жағдай, үшінші жағдай, төртінші, бесінші жағдайымыз, алтыншы жағдайда -2 мен -5 болуы мүмкін, жетінші жағдайда 10 мен 1 болуы мүмкін, және 8-ші жағдайда -10 мен -1 болуы мүмкін. Осы жағдайларды қарастыруымыз керек. Яғни бұл жерде x табатын болсақ, 3-ті теріс тамамен өткізсек, -2-ге тең болады. Y-іміз тең болады. 2 кері тамамен өтсе, +2, 12. Осылай жауаптарын анықтауға болады. Сонымен берілген теңдеудің жауаптары осы 8 жағдайдың жауабын жазуымыз керек. Біріншісінің жауабын жаздық. Қалғандарды дәл осындай жазамыз. Сонымен берілген теңдеудің шешімін табамыз. Мына есеп 2005-2006 оқу жылында 9 сыныптарға келген есеп екен. Дәл осы әдіспен шығаруға болады. Яғни бұл жерде x-ті жақша сыртына шығаратын болсақ, y -1 болады. Яғни бізге y-қа -1 керек. -1 жазатын болсақ, 2006-дан да 1-ді азайтқанға тең. Осылай жазайық, және y-1-ді жақша сыртына шығарайық, көбейтішке жіктейік. Сол кезде x +1 мен y-1-дің көбейтіндісі 2005, және 2005-тің бөлгіштерін анықтайық. Ол 5 көбейту 401, немесе 1 көбейту 2005 болуы мүмкін. 401 дегеніміз жай сан екен. Яғни бұл көбейтішке жіктелмейді. Жай сан. Енді жағдайларын жазайын. Бірінші жағдайда, яғни мына тұрған санымыз 1-ге тең болуы мүмкін. Мына y-1-іміз 2005 болуы мүмкін. Және бұл есепті қарайтынымыз теріс емес шешімдерін дегенде, сол үшін теріс емес жағдайларды қарастыруымыз керек. Екінші жағдай, бірінші жағдайымыз мына екінші жағдайда 5 пен 401 деп алуға болады. Және бұл жерде x табатын болсақ, x 4-ке тең, y 402-ге тең. Осылай екінші жағдайды жазайық. Үшінші жағдайда 2005 пен мына тұрған санымыз 2005, x +1-іміз 2005, және y-1-іміз 1-ге тең болуы мүмкін. Үшінші жағдай. Және төртінші жағдайды жазайық. Төртінші жағдайда x +1-іміз
401'de y минус 1'imiz 5'ке тең болып, осындай жауаптарды жазуымыз керек. Сонымен теңдеудің жауаптары осындай. Енді сынап көру әдісімен таныстырып кетейін. Сынап көру әдісінде мысалы мынандай бір 3 айнымалысы бар теңдеу берілсін. Бұл теңдеудің натурал сандар жиынында шешімін табуымыз керек. Сол үшін біз мынандай белгілеуді кіргізіп аламыз. X-тен y үлкен немесе тең, және y z-тен кіші немесе тең деген. Содан кейінгі қылатын амалымыз x тең 1 болса, яғни 0 деген ол натурал санға жатпайды, содан кейін 1 деген 0-ді қоя алмаймыз. 1-ден бастайық. X тең 1 болатын болса, бізде мына тұрған өрнегіміз 1-ге тең болады. X-тің орнына 1 қоятын болсақ, 1-ге тең болады. 1-ге тең болатын болса, 1 тең 1 болатын болса, мына тұрған өрнегіміз 0-ге тең болу керек. 1 бөлінген y плюс 1 бөлінген z-іміз 0-ге тең болу керек. Гиперболалық функцияларды еске алатын болсақ, ондай жағдай натурал сандар жиынында шешім жоқ болады бұл. Яғни x тең 1 болғанда натурал сандар жиынында шешім жоқ. Енді x тең 2 болса, x-тің орнына 2 қоятын болсақ, бізде өрнегіміз мынандай түрленеді. Егер 2-ні қоятын болсақ, x-тің орнына мына берілген өрнек тең болады. Мына жерге 2-ні қоятын болсақ, 2-ден 1. Ол кезде мына жерге жазылайын. 1 бөлінген y плюс 1 бөлінген z тең болады 1 минус 1 бөлінген 2-ге. Сол кезде бізде осындай теңдеу пайда болады. Бұл теңдеуді шешудің әдісі енді ең қарапайым әдісі көбейткішке жіктеу әдісі. Яғни теңдіктің екі жағына бірде 2 көбейту y көбейту z деген санды көбейтетін болсам, теңдіктің екі жағына натурал сандар жиынында, ол кезде бізде болады пайда 2z 2y және бұл жерде yz. Енді жазайын. yz тең 2z плюс 2y. Бұл жерде минус таңбасымен өткізетін болсам, 2z минус yz көбейткен 2z минус 2y тең болады 0-ге. Бұл жерде көбейткішке жіктеу үшін маған 4 деген санды қосуыма тура келеді. Плюс 4 деген санды. Плюс 4 деген санды қосайын. Тең 4-ке. Z-ті жақшы сыртынан шығарайық. Көбейткішке жіктейік. Y минус 2. Бұл жерден минус 2 деген санды жақшы сыртынан шығарайық. Сол кезде 4. Және мұна жерден y минус 4 деген санды, y минус 2 деген санды жақшы сыртына шығарсақ, бізде осылай көбейткішке жіктеледі. Енді осы көбейткішке жіктегеннен кейін теңдеуді біз не істейміз? 4 деген санның бөлгіштерін анықтайық. Бөлгіштері ол 1 мен 1 көбейту 4 болуы мүмкін, 2 көбейту 2 болуы мүмкін, және 4 көбейту 1 болуы мүмкін. Яғни мұна тұрған санымыз 1 мен 4, 2 немесе 4 1 болуы мүмкін. Бірақ бізде мына шартты еске алайық. Сол жағдайда z-іміз y-тен үлкен немесе тең екенін еске алатын болсақ, осы екі жағдайды қарастырамыз. Бірінші жағдай y минус 2-міз тең болады 1-ге, және z минус 2-міз тең болады 4-ке. Бұл жерден y-ті табатын болсақ, y тең 3-ке, z тең болады 6-ға. Және екінші жағдай, егер y минус 2-міз 2-ке тең болатын болса, және z минус 2-міз тең 2 болатын болса, y тең болады 4-ке, z тең болады 4-ке. Осылай шешімді таптық. Яғни x тең 2 болған жағдайда, x тең 2 болғанда, x 2-ге тең болғанда, y 3 және z 6 болуы мүмкін. X 2-ге тең болғанда, y 4 және z 4 болуы мүмкін. Екі шешімді таптық осы теңдеудің. Енді y тең 3 болған жағдайын қарастырайық. Ол кезде бізде мынандай теңдеу пайда болады. Яғни мына жерге 1 бөлінген x-тің орнына
1 бөлінген x-тің орнына 3-ті қойған кезде бізде 1 бөлінген y плюс 1 бөлінген z тең болады 1 минус 1 бөлінген x-тен осы теңдеу пайда болады. Бұл жерде енді бұны шығаруда мынандай бір әдіс пайдаланып кетейік. Y тең 3, z тең 3 деген жағдайда шешім бар да, енді 3-тен үлкен болса, яғни 4 болса, y-іміз біз есімізде алайық, x-імізден y-іміз үлкен, одан z үлкен. Енді 3 пен 3 болған жағдайда шешім бар, бір шешім бар, және y-іміз 4-тен үлкен болатын болса, z-іміз 4-тен үлкен болатын болса, ол кезде бізде өрнекті байқасақ, ол 2 бөлінген 3-тен кіші болып қалады. Сол үшін ол жақта шешім жоқ. Яғни y 4-тен үлкен және z 4-тен үлкен болған жағдайда ол жақта шешім жоқ. Теңсіздіктің шешім жоқ. Енді y тең 4-ке болса, y 4-тен тең және 4-тен үлкен болатын болса, x-іміз 4-тен үлкен және 4-тен тең болатын болса, бізде мынандай өрнек шығады. Бұл өрнекті есептесек, ол бірден кіші сан шығады. Ол бірден кіші сан болатын болса, яғни біздің шешіміміз, біздегі теңдеудің шешімдері 4-тен үлкен болған жағдайда шешім жоқ екені белгілі болады. Сонымен тапқан шешімдеріміз 3 жағдайда айтуға болады. 2, 3, 6, 2, 4, 4, 3, 3, 3 немесе оның комбинациясын жасауға болады. Сонымен толық жауапты жазып бере аламыз. Негізінен бұл негізінен бұдан кейінгі әдіс дербес жағдайдан жалпы жағдайға өту әдісі керемет әдіс. Бұл негізінен бұл теңдеудің шешім бар екенін дәлелдеп беруіміз керек. Математикалық индукция принципімен дәлелдеуге болады. Негізінен математикалық индукция принципіне жеке бір видео қылып қарастыратын боламыз. Сол үшін бұл әдіске көп тоқталмай қояйын. Бұл керемет әдіс болды. Енді 4-ші әдіс кері жору әдісімен есептің шешімін анықтау. Яғни мынандай бір теңдеу берілген бүтін сандар жиында шешу керек. Енді бұл теңдеудің мысалы шешімін x 0-ден үлкен болатын болса деп ұйғарайық та, және бұл жердегі шешімді анықтайық. Егер x 0-ден үлкен болатын болса, бұл өрнегіміз, яғни x куб плюс 1 өрнегіміз x-тің 6 дәрежесі плюс 2x куб плюс 1. Яғни қысқаша көбейту формуласын еске алайық. Бұл жерде ол дегеніміз кіші болады біздің берілген теңдеуден. Яғни x 10 болған үшін 2x куб кіші болады 3x кубтан. Және ол дегеніміз кіші болады 4x кубтан. Және плюс 4-тен. Және бұл дегеніміз қысқаша көбейту формуласын еске алатын болса, x куб плюс 2-нің квадраты екені белгілі. Және біз айта аламыз, егер түбір алатын болсақ, бұл жерде y-тің 4-ші дәрежесіне және осы бағалаған өрнектерден және y квадрат саны бүтін бола алмайтынын көруге болады. Яғни бізде теңсіздігімізде бүтін сандар жиынында шешім жоқ екені белгілі, x 0-ден үлкен болған жағдайда осындай қайшылық туындап тұр. Және x минус 2-ден кіші болса деп қарастырайық екінші жағдайды. Ол кезде біздің өрнегіміз, яғни мына 4x кубымыз белгілі 3x кубтан кіші болады. Теріс аралықта x кіші немесе тең минус 2-ден болған жағдайда. Және ол дегеніміз 2x кубтан 3x куб кіші, 3x кубтан 4x куб кіші. Осы нәрсені ұйғарайық. Және дәл сол әдіспен теңсіздіктің екі жағынан түбір алайық. Сонда бізде осындай y-тің шешімі жоқ екені белгілі болады. Енді біз не істедік? Соны бір талдап кетейік. Біз сандар өсінде 0 деген санды алдық. 0 деген сандан үлкен болса шешім жоқ.
және -2 деген санды алдық. Содан кіші болса шешім жоқ. Енді бұл жерде бүтін сандан -1 қалды. Так, -1 және 0 деген санның өзі қалды. 0 деген да? 0-ның өзі. Так, қалай жазайық? Так, енді x тең -1 болған жағдайда және x тең 0 болған жағдайда қарастырсақ болды. Так, енді x тең -1 болған жағдайда егер берілген y 4-ші дәрежесі тең x-тің 6-ші дәрежесі плюс 3x куб плюс 1. Осы жерге x-тің орнына -1-ді қоятын болсақ, онда y-ның 4-ші дәрежесі шығады -1-ге тең болады. Яғни 4-ші дәреже жұп дәрежеде -1 шықпайды. Сол үшін x тең -1 болғанда да шешім жоқ екені белгілі болады. Және x тең 0 болған жағдайды қарастырайық. X тең 0 болатын болса, y тең мына өрнек 0 болады. Мына өрнекте 0 болады. Яғни y-тің 4-ші дәрежесі 1-ге тең болады. Және бұл жердің y-ті табатын болсақ, y тең плюс -1 шығады. Плюс -1 шығады. X 0 болған жағдайда. Яғни осы теңдеудің шешімі 0 мен x тең 0 болған жағдайда жазуға болады. 0 мен 1 және жауапты жазуға болады. Және 0 мен -1 деп жауапты жаза аламыз. Енді осындай математикалық аудандық олимпиадада 8 сыныптар үшін келген есеп екен. Теңдеулерді қанағаттандыратын барлық m және n натурал сандар үшін осы теңдеудің шешімін табуымыз керек. n мен m натурал саны екені белгілі. Енді бұл шешуде, бұл есепті шешуде мынандай нәрсе енгізіп алайын. n деп белгілеп алайын, теңдіктің сол жағын. Және n тең 1 болатын болса, n тең 1 болса, s 1-ге тең, және ол тең болады m квадратқа, және m 1-ге тең болады. n тең 1 болса, m да 1 болады. Яғни бұл жерде шешім бар. n тең 1 болғанда шешім бар. Енді n тең 2 болатын болса, 1 факториал плюс 2 факториалымыз ол шығады 3-ге тең болады. 3-ге тең болатын болса, ол жерде 3m квадрат тең 3 болатын болса, m-іміз тең болады түбір астында плюс минус 3 болады. Негізі ол натурал сан емес. Натурал сан емес. Сол үшін енді s тең 3 болатын болса, яғни n-іміз 3-ге тең болатын болса, n тең 1, n тең 2, n тең 3 болатын болса, 1 факториал плюс 2 факториал плюс 3 факториалымыз ол тең болады 9-ға, және бұл жерден m тең 3 екені белгілі. Бұл да жауап болады. Так, енді n тең 4 болатын болса, біз білеміз 1 факториал плюс 2 факториал плюс 3 факториал плюс 4 факториалымыз 33 ешқандай натурал санның квадраты емес. Сол үшін бұл жерде де жауап жоқ. Осылай жалғастырып кете бермейміз. Шешім жоқ екенін дәлелдеп беруіміз керек. Енді n тең 3 болғанда, 4 болғанда натурал сандар жиында бұл теңдеудің шешімі жоқ. Егер n 5-тен үлкен немесе тең болатын болса, шешім жоқ екенін дәлелдеп беруіміз керек негізінен. Қалай дәлелдейміз? Так, енді біз білеміз 5 факториал дегеніміз ол 120. 6 факториал дегеніміз 720. Енді 720 бұл жерде сандардың соңғы цифрын қарасақ 0 мен аяқталып тұр. 0 мен аяқталып тұр. Егер бастапқы 33-ті қосатын болсақ, бізде S5-іміз тең болады бізде 153. Ол дегеніміз, және қарайық, S6-да, мысалы, 753-да, соңғы 3-пен аяқталатын, соңғы
цифры 3-пен аяқталатын ешқандай ешқандай натурал санның квадраты соңғы цифры 3-пен аяқталмайды. 3-пен аяқталмайды. Сол нәрсені атап кетуіміз керек, белгілеп беруіміз керек, яғни қалдық 3 болмайтынын көрсетуіміз керек. Ешқандай натурал санның квадраты 3 қалдық қалмайтынын көрсетсек, сонымен осы есептің шешімін айтуға болады. Және біздегі екі жауапты жазайық. n тең 1, m тең 1 болған жағдай, және n тең 3 және m тең 3 болған жағдай. Және бір керемет аудандық олимпиада есебі. Бұл есепте мынандай әдісті пайдалануымыз керек. Так, қарайық. 2-нің n дәрежесі плюс 65 саны толық квадрат болады. Қандай сан? n-нің қандай мәнінде? Бұл 9 сыныптарға келген, 2003-2004 оқу жылында келген екен. Және бұл жерде екі жағдайды қарастыруымыз керек. Бірінші жағдай n-іміз тақ болуы мүмкін, екінші жағдай жұп болуы мүмкін. Тақ болса қалай өзгереді, жұп болса қалай өзгереді, сол нәрсені айтуымыз керек. Так, 2k деген сол жұп жағдайы, 2k плюс 1-іміз тақ жағдайы. Қарайық. Мысалы, 2n плюс 65, мысалы, тақ жағдайын қарастырайын. 1, n-нің орнына 1-ді қойсақ, n тең 1 болса, бізде болады, так, 2 плюс 65 тең, қандай да бір, негізі 2n плюс 65 қандай да бір a деген санның квадраты екенін табуымыз керек, және n қанша екенін анықтап беруіміз керек. a дегеніміз қандай да бір санның квадраты, натурал санның квадраты екенін. Енді қарайық, бұл жерде мынандай әдісті пайдалануға болады. Так, 2 болса, мысалы 2-нің 1 дәрежесі 67. n тең 3 болатын болса, бізде болады 8 плюс 65 тең 73. Осылай жалғасады. Енді біз жазайық, теңдіктің оң жағы квадрат. Енді біз қалдықтармен жұмыс жасауды білуіміз керек бұл жерде. Енді теңдіктің сол жағын 5-ке бөлсек, егер теңдіктің сол жағын 5-ке бөлетін болсақ, 2n плюс 65-ті 65 5-ке бөлінеді. Бұл сан 5-ке бөлінеді. 2n-ді зерттейік. Қандай қалдықтар береді? Тақ дәрежеде. Так, тақ дәрежеде, бізде болады. Тақ дәрежеде 2-нің 1 дәрежесі 2, 2-нің 3 дәрежесі 8, 2-нің 5 дәрежесі 32, 2-нің 7 дәрежесі 128, осылай жалғасқан. Енді қарайық қалдықтары. 65 5-ке бөлінеді. Бұл проблема жоқ. Бұл жерде a квадраттың қалдықтарын анықтайық. A квадраттың қалдықтары. A-ның қалдықтары. 5-ке бөлген кезде қалдықтарын жазып шығайын. 5-ке бөлген кезде a деген санымыз 1 қалдық беру мүмкін, 2 қалдық беру мүмкін, 3 қалдық, 4 қалдық беру мүмкін, және 0 қалдық беру мүмкін. 5-ке бөлген кезде. A квадратымызды анықтайық. A квадрат. Так, түсінікті, A-ның модуль 5-пен. A деген санымыз модуль 5-пен қалдықтары осылай болады. Модуль 5-пен қалдықтары. Так, A квадраттың қалдықтары. Егер 5-ке бөлген кезде 1-дің квадраты 1, 5-ке бөлгенде 1 қалдық. 2-нің квадраты 4, 5-ке бөлгенде 4 қалдық. 3-дің квадраты 9, 3-дің квадраты 9, 9-дан қалдық. Қалдығымыз болады 4 болады. 5-ке бөлгенде қалдығы. Және 4-дің квадраты 16, 16-ның қалдығы 15-ке бөлінеді, 1 қалдық қалады. 0-дің қалдығы 0. Яғни бізде
осындай қалдықтар қалу керек а квадраттан. А квадратты 5-ке бөлген кезде. Мына жер 5-ке толықтай бөлінеді. 65-іміз. Бізде мынаның қалдығын анықтайық. 2n-ның дәрежесінен 2-ге бөлгенде 2 қалдық. Так, теңдіктің а квадраттың қалдықтары мына жерде тұр. А квадраттың қалдықтары 0, 1, 4 деген қалдық береді. А квадраттың қалдықтары мына жерге жазбайын. Ал 2-ні 5-ке бөлсек 2 қалдық. Теңдіктің сол жағы 2 қалдық. 8-ді 5-ке бөлген кезде 3 қалдық. Так, 32-ні 5-ке бөлгенде 2 қалдық. 128-ді 5-ке бөлгенде 3 қалдық. Қарасақ, қалдықтар сәйкес келмейді. Так дәрежеде, яғни теңдеудің n так болған жағдайда бұл теңдеудің шешімі жоқ, яғни теңдіктің екі жағыны теңеспейді. Теңдіктің сол жағы 2, 3 деген қалдықтарды беретін болса, оң жағы 0 мен 0, 1, 4 деген қалдықты береді 5-ке бөлген кезде. Яғни бұл жерде қайшылық болып тұр. Бұл жағдайда шешім жоқ так дәрежеде. Енді жұп дәрежені қарастырайық. Жұп дәрежеде мынандай жазуға болады. 2k дәрежесі жұп дәреже деп алайық. Және бұл жерде мынандай қарапайым әдісті пайдаланайық. 65-ті қалдырайық. Мына теріс таңбамен өткізейік теңдіктің оң жағына. Сол кезде бізде а квадрат минус 2-ның 2k дәрежесі тең 65. Енді қысқаша көбейту формуласын дұрыс пайдаланайық. Көбейткішке жіктейік. Және 65-тің бөлгіштерін табайық. Бөлгіштері 1 көбейту 65 болуы мүмкін. Немесе 5 көбейту 13 болуы мүмкін. Осы нәрсені қарастырайық. Бірінші жағдайда 13 пен 5-ті алатын болсақ, және біз теңдіктің екі жағын қосып жіберу әдісімен істейтін болсақ, қосатын болсақ, 2a, мына екеуі жойылып кетеді қосқан кезде, 18-ге тең. А дегеніміз ол 9-ға тең болып тұр. Аның орнына 9-ды жазатын болсам, к дегенімізді табуға болады. Так, к-мыз сонда 2-ге тең болма. К тең 2. 2-ның 2 дәрежесі 4. 4-ке 9-ды қоссақ 13. Осылай. Бірінші жауапты жаздық. Бір теңдеудің бір жауабын алдық жұп дәрежеде. Енді екінші жағдайны қарастырайық. 13 пен 5-ті қарастырдық. Енді 5 пен 13 кер жазылатын болса, мына жерде алу таңбасын орындасақ, адын аны азайтсақ, жойылып кетеді. 2k-ны 2k плюс 2k болады. Азайтқан кезде ол тең болады минус 8-ге. Көрсеткішті функциядан еш уақыт теріс сан шықпайды. Сол үшін шешім жоқ деп қарастырып кетейік екінші жағдайда. Енді үшінші жағдайға өтейік. Үшінші жағдайда бізде пайда болады мынандай әдіс. Мынандай 65 пен 1 болуы мүмкін. 65 пен 1 болатын болса, екеуіні азайтатын болсақ, теңдіктің екі жағын азайтсақ, ол кезде так, а мен а не алады? Екеуін қосатын болсақ, қосып жібере салайық. 2а тең болады 64-ке. Бұл жерден а тең 32 деген. Осылай а 66-ға, негізінен 66-ға. Так, 66-ға егін, кешіресіздер. К тең 5-ке. Осылай төртінші жағдайды да қарастырайық. Төртінші жағдайда бізде қосу немесе алу таңбасымен бір айнымалыдан құтылып шығарсақ, бізде шешім жоқ болады екен бұл жағдайда да. Сонымен бұл теңдеудің жауабын жазуға болады. Жұп дәрежеде шешім жоқ. Так дәрежеде шешім жоқ. Жұп дәрежеде мына екі шешім болады. Енді келесі есеп, ол да математикалық аудандық олимпиадада келген 11-ші сыныптар үшін мынандай бір теңдеу берілген. Теріс емес шешімін табуымыз керек. Бұл жерде де біз білеміз, мысалы 3b плюс
3'тің b дәрежесі плюс 1 дегеніміз 3 көбейту 3b екені белгілі. Көбейткіштерді жіктейік. Сол кезде бізде мынандай 3-ні жақша сыртына шығаратын болсам 2a минус 3 қалады. Жақшаның ішінде мына жерден минус 3-ті азайтайық теңдіктің екі жағынан. Сол кезде бізде көбейткішке мынандай жіктеледі. 2a минус 3, 3b-ның дәрежесі плюс 1 деген өрнектердің көбейтіндісі ретінде, яғни 10-ның бөлгіштерін қарастырайық. 10-ның теріс емес бөлгіштерін 1 мен 10 болуы мүмкін, 10 мен 1 болуы мүмкін, немесе 5 пен 2 деген сан болуы мүмкін, 2 және 5 деген сандар болуы мүмкін. Бірінші жағдайда 1 мен 10 болғанда шешім жоқ екені белгілі. Яғни не үшін шешім жоқ? Так, қарайық, егер теңдікті мына жағына өткізетін болсақ, 3-тің b дәрежесі тең болады 0-ге. Көрсеткіштен 0, көрсеткішті функциядан немесе көрсеткіштен 0 шықпайды. Сол нәрсені есепке алсақ, шешім жоқ бірінші жағдайда. Екінші жағдайда, мына бірінші жағдай деп жазып қояйын. Мына екінші жағдай. Екінші жағдайда 5 пен 2 деп алатын болсақ, бұл жерде де шешім жоқ, себебі натурал сандар жиынында шешім жоқ, себебі қарайық, мына санды теңдіктің оң жағына өткізетін болсақ, немесе мына санды теңдіктің оң жағына өткізетін болсақ, 3-тің b дәрежесі тең болады 4-ке. Ал b бүтін сан болмайды ол жағдайда. Логарифммен кетеді b-ны табу үшін. Алайда бұл жерде бүтін сан болмайды. Үшінші жағдайды қарастырайық. Үшінші жағдайда біздің шешім бар. Егер b 0 болса және a тең 3 болған жағдайда шешім бар екен, және төртінші жағдайда да уақыт кеткізбейін. Осы нәрсе b тең 2 және a тең 2 болған жағдайда шешім бар екен. Сонымен жауапты жазамыз. Так, келесі бір аудандық олимпиада есебі. Бұл жерде де бір керемет әдістер пайдалану болады. Керемет әдіс сол оң сан екенін, яғни мына 6x квадратты кері таңбамен өткіземіз. Және бұл жерде квадраттан оң сан шығатын белгілі болатын болса, мына тұрған өрнегіміз 0-ден үлкен болу керек бүтін сандар жиынында. Және бұл жерден x квадратты табайын, яғни 6-ға бөліп жіберейік теңдіктің екі жағын, теңсіздіктің екі жағын 6-ға бөліп жіберейін. Және мына екеуін 2 қысқартайын, 37 мен 3, және x квадратты теңдіктің оң жағына өткіздім. Енді бұл жерде x квадрат деген санымыз кіші болады, 12 бүтін 3-тен 1-ден кіші екені белгілі. Енді ол жерде x квадраттан қандай сандар шығуы мүмкін? X квадраттан 0 деген сан шығуы мүмкін. X квадраттың орнында 0 болуы мүмкін. Теңсіздікті орындайтын 1, 4 және 9 деген сан болуы мүмкін. Бүтін сандар жиынында. Енді осы нәрселерді есепке алып, бірінші жағдай x квадрат тең 0 болған жағдайын қарастырайық. Бірінші жағдай x квадрат тең 0 болса, біздің берілген теңдеуіміз, яғни мына жерге x квадраттың орнына 0 қоятын болсам, менде 5y квадратым тең 74 шығады. Бұл жерден теңдіктің оң жағы 5-ке бөлінеді. Сол жағы 5-ке бөлінеді, оң жағы 5-ке бөлінбейді. Яғни бұл жерде бүтін сандар жиынында шешім жоқ. Сол нәрсе екінші жағдайда егер x квадраттың орнына 1-ді қоятын болсақ, ол кезде жазайын 74 минус 6 болады. Ол дегеніміз 68-да. 68 болады. Бұл жерде дәл сол әдіс. Теңдіктің сол жағы 5-ке бөлінеді, оң жағы 5-ке бөлінбейді. Яғни бүтін сандар жиынында шешім жоқ бұл. Так, енді үшінші жағдай қарастырайық. X квадрат тең 4 болатын болса, бізде 4 болатын болса, 74 минус 24 болады. 6 көбейту 4-іміз. Сол жағдайын жазайық, және ол дегеніміз 50-ге тең екен. Егер теңдіктің екі жағын 5-ке бөліп жіберетін болсақ, y квадратымыз тең 10 болады. Енді y-ті табатын болсақ, y-іміз тең болады турасында плюс минус
10 болады, ол бүтін сан емес, сол үшін бұл да шешім болмайды. Енді төртінші жағдайды қарастырайық. Төртінші жағдай x квадрат тең 9 болған жағдайда бұл жерде 5y квадратымыз 20 тең және y квадратымыз 4-ке тең болатын болса, y-іміз тең болады плюс минус 2 деген жағдай шығады. Яғни x тең плюс минус 3, y тең плюс минус 2. Осы нәрсені жауап ретінде жаздық. Сонымен тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгін бүтін сандар жиында шешім табуды үйрендік, теңдеулердің шешімін табуды үйрендік. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтар болса комментарийда күтемін. Лайк басып, қолдау көрсетіп отырайық.